отандық тарих ғылымының қалыптасып жүйеленуіне айрықша еңбегі сіңіп, бұл саланың күрделі тақырыптарына бел шеше кіріскен қазақ халқының әйгілі ғалымдарының бірі Ермұхан Бекмаханов. Арғы тегі төре тұқымынан тарайтын ол, әйгілі Абылай ханның 7-ші ұрпағы. Ол қазақтан шыққан тұңғыш тарих ғылымдарының докторы. Қазақ мемлекеттік университетінде тарих кафедрасын құрап, оны өмірінің соңына дейін басқарды. Негізінен әуелі физик-математик болуды армандаған, бірақ тағдыры тарихшы етті. Ермұхан Бекмаханов балалық шағынан бастап өмірінің соңына дейін тағдыр қыспағында өткен тұлға. 1915 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауданындағы Жасыбай көлінің жағасында Төре ауылында дүниеге келген ол жастайынан мал бағып өседі. Әкесі Бекмахан өкпесіне суық тиіп жүріп қайтыс болады да, дінче Ермұхан қамияш шеуі анасы Бәпіштің қолында қалады. 1925-1931 жылдары Баянауылдағы 7 жылдық мектепті бітіреді. Жоғары оқу орнына түсу үшін 7 жылдық орта білім жеткіліксіз еді. Оның үстіне Ермұхан мектеп бітірген жылы туған ағасы дінче қайтыс болды. Осындай ауыр жағдайларға, анасының қарсылығына қарамастан, Ермұхан Семейдегі жұмыс факультетіне оқуға кетеді. Сол жылдары Қазақстанда қатты аштық жүріп, анасы мен кіші қарындасы да қайтыс болды. Жаппай ел бойынша тарап жатқан қасіретті жағдайларға Ермұханның тек іштей құса болуынан басқа амалы жоқ еді. 1933 жылы жұмыс факультетінің бітіріп, Қазақ педагогикалық университетінің физика-математика факультетіне түсу үшін Алматыға аттанады. Ол жақта ақын Дихан Әбілевті жолықтырған. Дихан Алматыда жүру жеке басына қауіпті екендігін айтады. Біреулер оның төре тұқымынан екендігін біліп қойып, қудалауға түсіруі мүмкін. Сондықтан Ресейдегі жоғары оқу орындарына аттанады. Өзі қалаған жерге түсуге мүмкіндігі аз болғандықтан, сол уақытта Тамбов педагогикалық университетінің жаңадан ашылып жатқан тарих факультетіне құжат тапсырды. Кейін бұл факультет жабылып, студенттер Воронеж қаласындағы институтқа ауыстырылады. Дәл сол уақытта алаш зиялылары Халел Досмұхамедов және Мұхамеджан Тынышпайұлымен кездесіп, көп кеңестерін тыңдайды. 1937 жылы Воронеж институтын бітіріп, елге орала сала әртүрлі қызметтерге бел шешіп кірісті. Қазақ КСР халық ағарту комиссариатында, оның жанындағы ғылыми зерттеу институтында, жоғарғы оқу орындарында қызмет етті. 1946-1947 жылдары Қазақ КСР ғылым академиясында жаңадан құрылған тарих, археология және этнография институты директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. Алайда оның мақсаты ел қатарлы қарапайым қызмет емес, ғылымның шырқау биігі болатын. 1943 жылы қазақтардың Кенесары Қасымов бастаған бостандық күресі атты кандидаттық диссертациясын Мәскеудегі КСР ғылым академиясында қорғайды. Бұл қорғаудан кейін де дәл осы кездегі қазақ тарихы зерделі ғалымның назарын аудара берді. Өйткені 19 ғасыр, сол вақыттағы отаршылдыққа қарсы күрестер ғалымның жан жүрегіне маза бермеді. Осылайша ол бұл тақырыпқа ұзақ жыл дайындалып, тағы да бір саралауды мақсат тұтады. 1946 жылы 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан тақырыбында докторлық диссертацияны қорғау үшін Мәскеу қаласына аттанды. Оған Қаныш Сәтбаев, Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин арнайы қатысып қолдау көрсетті. Ресми оппонентте жаңа еңбектің сонылығын, ерекшелігін, өткен ғасырдың бас кезіндегі күрделі кезеңнің әлеуметтік-экономикалық сипаты терең талданған сүбелі ғылыми еңбек дүниеге келгенін баса айтумен бірге кейбір тараулардың олқылықтарын да көрсетіпті. Ақыры, ғылыми кеңес мүшелерінің 14 адамы докторлық атақ беруді жақтаған, тек бір ғана ғылым иесі қарсы шыққан. Сөйтіп, жас зерттеушінің ұзақ жылғы еңбегі ақталып, мәртебелі ғылыми атаққа қол жетті. Кенесары қозғалысының прогрессивтік және ұлт азаттық мәнін дала халқының жаппай қолдауы себепті ең ұзақта қаһармандық күрес болғанын тұңғыш жариялаушы тегінде мен емеспін. Сол күрестің тарихи мәнін халыққа паш етіп, Кенесары ерлігін дәріптеген соңғы зерттеуші де сірә мен болмаспын. Тоқетерін айтқанда, 100 жыл бойы осы қозғалыс туралы мұрағаттарда, жазба әдебиеттерде жалпылама айтылған, көпшілік көзінен тасада жатқан, сондай-ақ ел жадында, ауыз әдебиеті нұсқаларында сақталған тарихи дастан, батырлық жырлар мен жоқтауларды ғылыми жүйелеп, қал-қадірінше зерттеп, ең сенімділерін ескі қоймалардан суырып, әжетіме жаратудан туған еңбегімді бүгін назарларыңызға ұсынып отырмын.
Алайда 1947 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің Қазақ КСР ғылым академиясы тіл және әдебиет институтының өрескел саяси қателіктері туралы қаулысынан кейін байшылдар мен ұлтшылдарды әшкерелеу науқаны басталып кеткен болатын. Осындай қаулы шығып жатқан уақытта Ермұхан Бекмахановтың Кенесары көтерілісін сөз еткен монографиясының кітап болып басылып жатуы үлкен қарсылық тудырды. Артынша оның еңбегі күстаналауға, қаралауға бағытталған мақалалары баспасөз беттерінде жарық көре бастады. Саяси идеясы қате, ұлтшыл буржуазияны насихаттаған, тіпті басқа ғалымның еңбегінен көшірілген деген жазбалар үсті-үстіне жабыла берді. Бекмаханов айналасындағы дау бірнеше жылға созылды. Оның ашық қарсыластары Шойынбаев, Толыбеков, Айдарова, Жизневский, Сүлейменов, Нұрқанов, Ақынжанов сияқты ғалымдар толассыз сындарды жаудырумен болды. Осылай 1952 жылы тарих ғылымында теңдесі жоқ еңбегіне жала жабылып, автордың өзі 25 жылға сотталып, ГУЛАГ лагеріне айдалды. Неше жыл бойы соңына шам алып түсіп, домалақ арыз жолдап, түрліше айтыс тартыстарды ұйымдастырып, шағын қайрап жүрген қызғаншақ әріптестері өз ортасындағы жалғыз докторды солтүстіктегі жер түбіне жөнелтуге ерекше белсенділік көрсетіп, әпербақандық танытқаны бүгінде де зор қынжылыспен мойындалатын ащы шындық. 1953 жылы билік басына келген Хрущев сталиндік жеке басқа табынушылықты айыптап, ол жүргізген саяси қудалауларды партияның қателігі деп жариялады. Осылайша Бекмахановсы қайта қаралып, 1954 жылы 16 ақпанда ақталып шықты. Бостандыққа шыққан соң өз ісін қайта жалғастырып, Қазақстанның Ресейге қосылуы еңбегін аяқтады. Ғылымдағы орнын қайта қайтарып, өнімді еңбек етіп, мектеп оқушыларына арналған Қазақ КСР тарихы еңбегін жазды. Бүкіл ғұмырын ғылымдағы ақиқат жолын арнаған бір туар ғалым 1966 жылы дүниеден өтті. Халық арасында Ермұхан қайтқанда батыр бауыржан айтты деген мына сөз қалды. Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде, деп боздар сорлы қазақ мен өлгенде. Осы сөзімді Қанышқа, Мұхтарға арнап жазып едім. Інім едің, сенімен қоштасып басыңа қойып тұрмын. Жатқан жерің торқа болсын, әрқашанда есімдесің бауырым. Жылаушы Бауыржан Момышұлы. Артында алғашқы әйелі Әминадан 3 бала, кейінгі қосағы Халима Адамбек қызынан 3 бала қалды. Барлығы да жоғары білімді, білім мен мәдениетке еңбегі сіңген тұлғалар болып өсті. Бүгінде Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің ғылыми кітапханасы Ермұхан Бекмаханов атында. Ашылу салтанатында Халима апай кітапханаға 300 оқулық сыйға тартқан. Жамбыл облысы Шу ауданында Бекмаханов атындағы мектеп-гимназия балаларға білім беруде. 2010 жылы жазушы Медеу Сәрсеке Ермұхан Бекмаханов атты ғұмырнамалық кітабын басып шығарды.